Қайырлы күн, құрметті достар, қымбатты әріптестер. Бұл мұғалімдерге арналған қазақша контент, подкаст Мінбер. Мен оның авторы және жүргізушісі Тоқ Серікгүлмін. Алғашқы подкасттарымды жүктегеннен кейін оның сілтемесін құрбыларыма, достарыма, әріптестеріме жібердім. Ең бір қызығы, олардың арасында подкасттың не екенін білмейтіндер бар болып шықты. Сонымен бүгінгі эпизодым подкаст дегеніміз не? Оның тыңдармандары кім? Жалпы мен подкаст әлеміне қандай мақсатпен келдім деген сұрақтардың төңірегінде ой өрбітетін боламын. Әлемде түрлі тақырыпқа арналған подкасттар өте көп. Біздің елімізде де подкаст жанры өзінің қанатын кеңінен жайып өркендеуде. Подкаст дегеніміз не? Бұл аудио форматындағы жазба. Қандай да бір тақырыпқа арналған радио бағдарлама іспеттес. Оның формасы әртүрлі болуы мүмкін. Аудио форматында немесе видео форматында. Жалпы подкаст өз дамуын 2000 жылдардан бастады. Ал 2003 жылы әйгілі Apple компаниясы iPad плеерлерін іске қосқалы ол даму қарқыны бойынша шарықтау шегіне жетті. Егер сіз Android қолданушысы болсаңыз, Play Market'тен Google Podcasts жүктеп алып, немесе Castbox Mobile қосымшасын жүктеу арқылы подкасттарды тыңдай аласыз. Ең бастысы подкасты кез келген өзіңізге ыңғайлы уақытта, кез келген шаруамен айналысып жүріп тыңдай аласыз. Мен подкаст әлеміне қалай келдім? Абайша толғансам, бұл жасқа келгенше жақсы өткіздім бе, жаман өткіздім бе? Әйтеуір бір талай өмірімді өткіздім. Бала оқыттым, тоқыттым, белгілі бір дәрежеде жетістікке де жеттім, белгілі бір ортада абыройлы да болдым. Енді қалған өмірімде артыма мұра болып қаларлық із қалдыруды көздедім. Подкаст әлеміне жетелеген қандай мақсат? Пайда табу. Жоқ, таба алмаймын. Табар едім, қалай табудың мәнісін білмеймін. Подписчик жинау. Жоқ, жинай алмаймын. Орта жасқа келгенде адамдарға жалынып, менің каналыма, менің арнама жазылшы деп, ақшашымда қорғалар жайым жоқ. Ақыры ойланып, мынандай шешімге келдім. 26 жыл педагогикалық өтілімде өзім жеткен жетістіктермен білімімді, білігімді, білетінімді өзімнен кейінгі мамандарға айту. Ойыма келген мәселелерді талқылау, талдау, бөлісу. Кімде-кім ішінен керекті сөз тапса, жазып алсын, пайдалансын, қолдансын, оқысын, керек жоқ десе, өз сөзін өзімдікі. Ақыры осыған бел байладым.